Подождите, пол должна взять. Сәлем, жас түлек, сіздермен зерделі. Бұл жоғарғы оқу орындарына шолу айдары. Бүгінгі айдарымызда Астана IT университеті. Астана IT университеті орталық Азиядағы цифрлық трансформация саласындағы алдыңғы қатарлы университеттердің бірі. Ол 2019 жылы елордамыздың төрінде өз негізін қалады. Университетте оқу мерзімі небәрі 3 жыл, яғни сіз 3 жылдың ішінде бакалавриат мамандығын алып шыға аласыз. Сонымен қатар оқу толығымен ағылшын тілінде жүргізілетін болады. Университет айналасында курс, колледж, бакалавриат, магистратура, докторантура, сонымен қатар бірінші курсқа дайындайтын Foundation бағдарламасы бар. Студент осы университетте 12 оқу бағдарламасы арқылы өз білімін шыңдай алады. Мен қазір IT университетінің кітапханасындамын. Шыдай алмай өзім келіп көргім келді. Себебі студенттердің айтуы бойынша бұл университеттегі ең әйгілі және де ең керемет орындардың бірі. Және де осы жерде мен өзімнің гитарымды күтетін боламын. Міне өздер де келді. Сәлем. Сұрайсыздар. Танысқаныма қуаныштымын. Есімім Перизат, сіздің? Менің есімім Камила. Ал менікі Ильяс болады. Менің есімім Жильназ. Жақсы, онда біз экскурсиямызды бастайық. Тоқтаңыз, сіз қолыңызға не ұстап алғансыз? Кітап. Ал сіз білдіңіз бе, біздің университетімізде тек қана офлайн кітапхана емес, сонымен қатар онлайн кітапханада жұмыс жасайды. Оның ішінде 3000-нан астам кітаптар қолжетімді. Егер сіз IT студенті болсаңыз. Ух ты! Студенттердің айтуы бойынша Астана IT университетінде ең дәмді асхана екен. Соны қазір гидтан сұрап көрейік, ал мен қазір бұл тамақтың дәмін көретін боламын. Кеттік! Біздің асхана Нұр-Сұлтан қаласындағы жоғары оқу орындарының арасындағы ең арзан асханалардың бірі болып саналады. Ол тек қана дәмді тағамдармен ғана емес, сонымен қатар тартымды интерьермен танымал. Ух ты, ал орташа есеппен бұл жерде неше теңгеге түскі ас ішуге болады? Орташа есеппен алғанда студент толыққанды түскі асты шамамен 1000 теңгелердің өлшемінде іше алады. Қатты қымбат емес екен. IT университет дегеннен кейін барлығымыздың көз алдымызға компьютерлар ғана елестейді. Бұл жерде жаттығу залы да бар екен. Әрине, спорт мамандық таңдамайды ғой. Біздің университетте өз кезегінде салауатты өмір салтын насихаттайды. Бұл жерге студенттер әр қалаған уақыттарында келе ала ма? Сабаққа дейін де, сабақтан кейін де келіп жаттықса болады. Және де барлығы толықтай тегін. Барлығы тегін екен. Мен сізді жоғалтып алған едім. Сіз осында екенсіз ғой? Мен осындай қызықты орын тауып алдым. Біз қазір қайдамыз? Бұл жер коворкинг зонасы деп аталады. Біздің студенттер осында бос уақытында сабақ оқуға немесе жай ғана тынығуға келеді. Ух ты, сонымен қатар студенттер бос уақыттарында немен айналысады? Қандай ұйымдар бар сіздерде? Біздің университетте 40-тан астам студенттік клубтар жұмыс атқарады. Мәселен, Chess Club, IT Gaming Club, Hacking Club, Hub Club және тағы да басқалары. Ал өзіңіз сіз қандай клубтасыз? Сіз «Что, где, когда» ойыны туралы естігеніңіз бар ма? Біраз естідім. Мен тура осы клубта жұмыс атқарамын. Бұл клубта біз түрлі командалары құрап, түрлі интеллектуалды сұрақтарға жауап береміз. Өте қызықты. Сонымен қатар оқушылар өздерінің клубтарын ашу мүмкіндігі бар ма? Әрине, біздің университет әрбір жаңа бастаманы қолдайды. Серіктес компаниялар тізіміне ірі IT vendорлар кіреді. Huawei, Cisco, Kaspersky, Oracle, Apple, IC және тағы басқа. Астана IT университетінің студенті бола тұра, сіз шетелдік мемлекеттерге академиялық құруға арқылы 3 жолмен түсе аласыз. Бірінші ол тегін Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің арқылы. Екінші жолы ол өз есебінен. Үшінші жолы
келісімшарт арқылы. Қандай мемлекеттермен сіздерде келісімшарт бар? Бізде ақш-пен, ресеймен, қытаймен, кореямен және латвиямен келісімшарт бар. Өте күшті, рахмет. Өзіңізді таныстырсаңыз, есіміңіз және де қандай топтансыз? Менің атым Әбдікеш Әлихан. Мен Астана IT университетінің 3-ші курс студентімін. IT менеджмент саласында оқимын. Жақсы. Не себепті әскери формадасыз қазір? Бүгін бейсенбі, біз 3-ші курстар бейсенбі күні әскери кафедраға келіп осы жақта оқимыз. Сіз университетке келгенде ойыңыздан шықпаған сәттер болды ма? Біз бірінші ең алғашқы студенттер болғандықтан эксперименталды түрде өткізгендіктен көп заттар біз үшін түсініксіз болды. Өйткені біз ең бірінші түлектер және жаңа система толықтай біздің үстімізден өтті де, ал студент болғаннан кейін бізге ол кейбір кездерде қиындау болды. Ал сіздерге түскісі келген осы IT университеттің студенті боламын деген зерделі түлектеріне қандай кеңес айтар едіңіз? Мектеп бітіруші оқушыларға, жастарға тілерім, өздеріңізге сеніңіздер, ештеңеден қорықпаңыздар. Алынбайтын асу жоқ, жайлап кез келген тараудан өтесіздер, кез келген сынақты бой көтеріп шығасыздар. Рахмет. Құрметті жас түлек, мен сіздерге арнап керемет ақпарат таптым. Яғни сіз IT университетінің студенті болғыңыз келсе, қабылдау шарттарымен таныс болуыңыз керек. Қабылдау шарты 2 кезеңнен тұрады. Бірінші ұбт және де IT Excellence тест. ұбт-дан сіз кемінде 700 балл алуыңыз керек. Сонымен қатар әр пәннен 5 балл болу керек. Ал IT Excellence тест ол 2 модульден тұрады. Ағылшын және де информатика. Егер де IELTS 5 баллдан болса, ағылшын тапсыру міндетті емес. Информатика ол сіздің логикалық ойлау қабілетіңізді тексеретін болады. Осы 2 кезеңнен өтсеңіз, сіз өзіңізді IT университетінің студентімін деп есептей беріңіз. Біз бүгін Астана IT университетіне шолу жасадық және байқағандарыңыздай ғимарат өте заманауи соңғы технологиялармен жабдықталған. Сонымен қатар сіз бұл жерде тек қана білікті маман емес, әрі студенттік өмірді қызықты өткізген студент болып шығасыз. Егер де сізге сабақтар ағылшынша өткені қиындатпаса, сіз Астана IT университетін таңдасаңыз болады. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Таңдауды зерделімен жасаңыз.